Так, сәлем достар, сіздермен бірге мен Хантер, және де біз бүгінгі видеода машиналарды жай көрмейміз, бұларды салыстыратын боламыз. Әрине кешегі 3 машинаны салыстырамыз. Ал ендеше біз кеттік. Ал енді біз GTR-ді салыстыратын боламыз. Ол Lamborghini'ден көп тартып деп ойлаймын. Себебі Lamborghini өте қатты тартпады. Ал ендеше біз кеттік. Келдік біз. Дауысты ұрып тұрмын. Мені көрініп тұрғаннан қатты тартпайды. Короче, бұның взлом жазып алғыларыңыз келсе сілтемесін астына қалдыруым мүмкін. Қарап көріңіздер. Ё-моё, анан не бүйтіп кетемін деп ойладым. Ал біз енді Бугатчиға кеттік. Міне біздің Бугатчимыз. Міне біздің келдік. Ең қатты тартатын машина дейді енді көрейік. Турымызды сынап көрсек нормально. Так. Қосып барып тоқтақылым. Ал енді біз машиналарға баға берсек, Бугатчи жылдамдығынан да, торможениясынан да, управлениясынан да жақсы. Бұған мен 5/5 берем. Ал Lamborghini скорость қатты емес, онша торможениясы, управлениясы қатты емес. Бұған мен 5/3 берем. Ал GTR-ге мен 5/4 берем, себебі торможениясы бәрі жақсы, бірақ скоросты ғана қатты баса алмайды. Ал сіздермен бірге болған мен Хантер, видеоны лайк басамыз.